Саламатсыздар ма балалар? Сабағымыз бастайық, олай болса кайфалар. Кішкене өзіміздің көңіл күйімізді көтеру үшін шарт шеңберден тұрып келе қойдық. Суданымыздан келе қойдық. Кішкене ағаларымыз ашайық. Ал балалар, көңіл күйлері қандай бүгін? Жақсы болса, одан да жақсы болу үшін балалар, әрқайсымыздың өзіміздің есіміміз әдемі балалар, иә? Сондықтан сол есіміміздің алдыңғы бастапқы әрпінен бастап бір-бірімізге тілек тілей қойдық, иә? Ал кеттік. Менің атым Алинұр, саған амандық тілеймін. Өте жақсы. Менің атым Сабыржан, саған сәттілік тілеймін. Менің атым Айбике, саған ақылдық тілеймін. Менің атым Мөлдір, саған мейірімшілік тілеймін. Менің атым Атима, саған әділдік тілеймін. Менің атым Жанел, саған жақсылық тілеймін. Жарайсың. Менің атым Айзере, саған адамшылық тілеймін. Менің атым Жәния, саған чемпиондық тілеймін. Жарайсың. Менің атым Еркеназ, саған ерлік тілеймін. Өте жақсы. Менің атым Алинұр, амандық тілеймін. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Керемет тілеп бір-бірлеріне, иә? Кішкене көңілдерің бір көтеріліп қалды ма? Иә. Баршаңа мен жақсылық тілей отырып, бүгінгі сабағымыз сәтті өтсін деге, олай болса сабағымызды бастайық. Енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын, қазір жерде бізде түстер берілген, сол түс бойынша қазір таңдап алыңдар. Таңдай қойыңдар, келin. Неге түстер берген алдында? Жылдар таңдай қойыңдар, тез-тез. Ал, қанша түс берілген балалар? Екі түс қандай ғана түс? Ал, олай болса балалар, сары түс таңдағандарына бірінші топқа келіңдер. Сендер бір-бірлер тобы боласыңдар. Ал жасыл тобы екінші, қақындар тобы болсын, е? Отыра болсын. Жарайсыңдар. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабағымызды қазақ тілі пәні балалар. Енді балалар, қазір сендерді алдыңғы сабақтан кішкене шолу үшін, есімізге түсіру үшін, мен сендерді галереяға шақырғым келіп отыр балалар. Галереяны білеміз бе балалар? Яғни галерея деген сурет көрмесі, музей деп те айта береміз, е? Алда қарасаңдар керемет суреттер берілген. Осы суреттер не мағына беріп тұр? Қараңдаршы балалар? Тарихи мұра. Дұрыс айтасыңдар, біздің тарихи мұрамыз. Олар біздің бөлімімізде мәдени мұра деп айтылады, иә? Мәдени мұра дегеніміз не дегенде. Енді осы жерде балалар суретке кішкене тоқталып өтейік, иә? Енді екі топқа бөліндік. Енді осы топтан бастай берейік балалар. Қалай сабаққа атсалысып жатқанымыз, иә? Галерея бойынша бірінші суретте не көріп тұрмыз балалар? Қолымызды көтерейік, алдымызда не бар, иә? Ал Сабыржан? Дұрыс айтасыңдар, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Ол қай қалада орналасқан балалар? Біздің Қазақстан Түркістан қаласында. Жарайсыңдар. Ал келесі не сурет көріп отырмыз, қа? Және? Тайқазан. Дұрыс айтасыңдар. Бұл Тайқазанымыз Түркістан қаласында, иә? Осы біздің мавзолейіміздің ішінде. Дұрыс айтасыңдар. Келесі жылдан не көріп тұрмыз? Қандай? Тасқа салған мүсіндер, иә? Осылай біздің Қазақстанда балалар көп мысалы мәдени мұраларға. Ашық аспанның жаңағы кез келген кең даланың жерінде жатыр тарих. Өзі сөйлеп жатыр, қарап отырсақ. Бұл да енді келесі кім? Алтын адам, дұрыс айтасыңдар. Бұл алтын адам жарайды. Енді бұны балалар біз алдыңғы сабағымызда осы жаңағы суреттер бойынша осы суретті айттық қой, жаңа тайқазан деп атымыз, кесене деп атымыз. Бұл жерде күрделі сөздермен жаңағы дара сөздер бар ма, бар қарап жатсаңдар? Бар ма? Алтын адам күрделі. Алтын адам күрделі дейді. Тағы да? Кесене. Ол қай сөзге жатады? Дара жатады екен, иә? Олай болса бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы осыған байланысты. Сөйлемнің дара және күрделі мүшесін өтеміз. Ал балалар, мақсатымыз балалар? Мақсатымыз осы тірек сөздермен жаңағы жоспарды пайдалана отырып, не істеу керек? Диалогқа түсу керек, иә? Осы мәтіндерді біз қазір оқимыз және орындай отырып, оқулықтағы. Сол бойынша диалог құрамыз. Оның ішінде күрделі мүшелерді табамыз, дара мүшелерді табамыз. Тұрақты сөз тіркестеріне көп мағыналы сөздердің ажырата білеміз балалар. Міне бүгінгі сабағымыздың мақсаты да осы. Олай болсалар, балалар оқулықтарында аша қойыңдар жылдан.
оқулықтарыңды ашсаңдар. Оқулықтарыңды ашсаңдар болады. 17-ші жаттығуға назар аударайық. Не дейді 17-ші жаттығуға? 1970 жылы Едиса қорғанынан алтын адам ескерткіші табылды. Оны археолог Кемел Ақышев тапқан. Алтын адамның киімі 4 мыңға жуық алтынға әшекеймен безендірілген. Бас киімі қазақ киімі үлгілеріне ұқсас. Биік шошақ төбелі ұзындығы 7 сантиметр. Алтын адам сол кездегі сақтарда мемлекеттік өркениет болғандарының дәлелі. Жарайсың. Балалар бұл мәтінде былай дейтіндер керек. Осы мәтін бойынша диалог құр дейді. Қазір біз келісілай, тақырыптар тобы мен білгілер тобы бір-бірге диалогқа түсесіңдер. Яғни сұрақ жауап арқылы. Бірінші тақырыптар бастасын, қандай сұрақ қоя беріңдер осы мәтін бойынша? Әдемі сұрақ қоя қойшы. Алтын адам қай жылы табылған? Ал 1976 жылы табылған. Сұрақ қанағаттандырасың ба? Жақсы. Келесі мынау топ, білгілер тобы. Сұрақ қойыңдаршы. Алтын адамды кім іздеп тапқан? Кім іздеп тапқан? Басқа, сағынан басқа. Ал еркіңіз. Археолог Кемел Ақышев тапқан. Келсеңіз болғалар, солай ма? Солай, дұрыс айтасыңдар. Тағы да бірге, соңғы сұрақтарын. Сені қоя қойыңдар. Ал. Алтын адам қай жерде табылған? Қай жерде табылған? Есік қорғанынан. Есік қорғанынан дейді. Келсеңіз бі? Жарайсыңдар. Толықтырып жіберіңдер бар ма? Біздің бірінші сұрағымызға олар дұрыс жауап берді. Қалай жауап берді? 1976 жылы деді. Негізі 1970 жылы. Өте дұрыс. Міне қараңдаршы балалар, сендерге аңғартып қойдым. Тапқырлар тобы кішкене қателеріңді түзеп жатыр. Олай болса, қателеспейміз, иә? Жақсы. Нелер балалар, белгілер бар. Осы бойынша жаңағы тез жауап беретін болсаңдар, не себебі болады? Жылдам алып жауап берулеріне болады екен. Ал енді балалар, мынау тапқырлар тобының несіне ұпайды беріп қояйын. Балалар жақсы. Ары қарай келесі тапсырмамыз балалар. Бірге кестені толтыру керек. Қазаларға не кесте тастаймын? Осы кестеге қарап сендер не еді кестеде? Сөйлемі күрделі және дана мүшесі. Жылдан жұмысшылардың алдында, қаламсақтардың алдында жазып жіберіңдер. Тез. Жазамыз, уақыт шектеу балалар, жылдамдатамыз. Бұл балалар уақыттарыңызды ертең назарыңызды. Ал, мен көріп жүрейін балалар, иә? Сөйлемнің дана мүшесі бойынша білгірде киім деді. Дұрыс, келсеңіз. Алтын адам және есік қорғаны дегенді жазды. Екі сөз жазыпты. Енді нерде балалар? Тапқырлар кесене деп жазыпты. Келсемін. Алтын адам депсіңдер сендерде. Бірақ сендерде сөйлемнің күрделі мүшесінде бірақ сөзден құралған. Сондықтан мынау білгірде тобына бір ұпай бере қояйын, иә балалар? Жақсы. Енді балалар, келесі тапсырмамызды ары қарай жалғастырайық. Енді балалар, бұл тапсырманы кішкене бастамас бұрын орнымыздан тұрайық кішкене. Қазір қай келдім? Күзде қандай ауа райы болып тұрады? Салқын тағы не істейді? Талдарды қимыл жасай қойып, қолымызды көтереміз жылдан. Тербеледі ағаштар, алдынан жел еседі. Кішкентай балалар өз үлкен болып өседі. Тағы бір қимылмен істейікші, кішкене демалып қаламыз. Бір, екі, үш. Тербеледі ағаштар, алдынан жел еседі. Кішкентай балалар үлкен болып өседі. Жақсы, енді балалар отыра қойыңдар. Келесі тапсырмамызда балалар бізде Түркістан деген сөз берілген. Бұл Түркістан неге жатады? Біздің Қазақстанның қаласына жатады. Балалар, бұл Түркістан облыс берілді. Білесіздер ме балалар?
бұл үлкен мәселе. Бұл қарап отырсаңдар біздің екінші жаңағы үлкен мекке барып не алады олар, қажылыққа. Содан кейін екінші біздің меккеміз дейміз, жақсы. Енді неде сөздер берілген? Қазір жылдар осы сөздер бойынша топтастырып жіберіңдерші келіңдер. Кел, екі жақтан бері тұрып. Көп емес. Мияқтан екі оқушы, мияқтан екі оқушы шығыңдар. Тез жылдар қалған жылдар аламыз. Кел. Тез. Скотч алған жылдар. Жылдар тез. Тез. Жылдар. Қалып кетті ма? Тарихи не десек болады, бала? Не сөз қалып кетті бізде? Орындар, дұрыс айтасыңдар. Тарихи орындар қалып кетті. Жақсы. Балаларымыз бүгінгі сабақ бойынша үлкен жағы тапсырмаларын ашады. Ең сонда бүгінгі сабағымыз бойынша біз не білдік? Тарихи мұралар. Не таныстық тағы да? Сөйлемі? Ал олай болса сөйлемнің дара мүшесі дегеніміз не екен? Мақұл айтып берсінші жылдар. Сөйлемнің дара мүшесі. Бір сөйлемнен тұрады. Бір сөйлемді қадесін тұрады. Ал күрделі дейді, немесе олар көп сөздерден тұрады. Дұрыс айтасың. Ал диалог дегеніміз не? Тақырыптарды айтып беріңдерші, диалог дегеніміз. Диалог басқа. Әдем айтшы. Диалог екі адам бір-бірімен сөйлесу болып келеді. Екі адамның бір-бірімен қарым-қатынаста болған, оны не жүзінде іске асырамыз? Біз жаңа не істедік бір-бірімізге? Бізге не деді бір-бірімізге? Сұрақ қойдық және жауап бердік. Яғни сұрақ-жауап әдісі арқылы жүзеге асады екен, жарайсыңдар балалар. Онда бүгінгі сабақ бойынша біз сабағымызды қалай түсіндік? Осыған не істеп жібереміз? Неде қазір нелер тұр балалар? Жылдан алып, қаншалық түсінгендеріңді тез ішіне жазыра, ұшамен жазапшыларым. Тез. Атыңыз емес, бүгінгі сабақ бойынша не түсіндіңіз? Сол бойынша. Түсінікті ме? Артын сөйлемді. Тез. Бір сөзден жазамыза не қалам, жазыра. Тез. Болып па, ал келе қойыңдар. Келе қойыңдар. Жазыра ғой, қайдерден. Мысалы білеміз, біз балалар, бізге түсінікті болды, жақылай түсінеміз, мүлдем түсінген деген сияқты. Қайсын түсін? Саған түсінікті болмады бұны айының? Жақсы, өте жақсы. Сонда мәдени балаларға қайсын жатқызып, жаңағы галереяға шоу жасап қой. Неде жатады екен? Бізді? Ата-бабамызда келе жатқан балалардың жатады. Жақсы болды. Тез жақсыңдар. Жуан. Ерген аз. Жақсырамыз тез. Бұдан да сыңдар. Келе қойды. Жақсы балалар. Көпшілігіміз балалар бүгін сабағымыз түсінікті болыпты. Неде кім жақсырды ма? Қай жерде түсінбей қалдың? Түркістан облысындағы алтын адамның киімін түсінбей қалдым. Түсінбей қалдым, қай жеріне қалған жарайды балалар. Алтын адамды айттық балалар, біздің мәдени мұрамыздың ең басты құндылығы бұл. Есік қорғанның түбінен табылған. Қай жылы табылды дедік жаңа? Енді бұны кім алинор? Бізде қазір интернет бар, балалар, сол интернет желісіне кішкене осы алтын адам дегенді алып жүктеп алып, толығырақ танысып келерсің. Жарай ма? Жақсы отыра ғой. Мына балалар, бүгінгі біз сабағымыздың шегіне жетті. Енді мына топ бойынша қазір нелерді ашқыларын бердіңіз, мен қанша мен бердім? Сендерге біреу ақысыпты, сендерге? Біреу түскендерге. Олай болып болса балалар кішкене баспалдақты да не қылайық? Сендерге біреу түсті ма, екеу түсті ма? Біреу түссе, онда балалар не сендерді? Теңгені не істеуге болады? Бағалауға
Бала дейді. Біз енді шекті жұлдызына жеттік деп не істейміз бала? Нақты айта аламыз, иә? Сондықтан екі топта жетті деп бағалап жібердік, иә? Жақсы. Олай болса бүгінгі сабағымыз бала аяқталды. Бүгінгі сабағымызды аяқтай отырып, сендерге 80-ші рет ашсаңдар, 20-ші жаттығу, сол жаттығу бойынша не істеп келесіңдер? Жаңағы әлеуметтік желіге кіре отырып, сөйлемнің түсінікті етіп, орнына қойып келесіңдер. Жарай ма? Жақсы, олай болса сабағымыз аяқталды. Рахмет. Сау болыңыз.